Өздеріңіз білесіздер, білім туралы заңына сәйкес барлық мектепке дейінгі ұйымдар мемлекеттік аттестацияны өтеді. Ол 5 жылда бір рет өтеді. Ал негізгі қандай құжаттар десеңіз, бізде нормативті құжаттарды қарайтын болайық. Ол Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 2022 жылғы 5 желтоқсандағы 486 бұйрығына сәйкес жүргізіледі. Осы бұйрықпен өздеріңіз міндетті түрде танысып шығуыңыз керек. Және де осы бұйрыққа сәйкес оқу ағарту министрлігінің әдістемелік нұсқаулығы шықты, ұсынымдар, яғни өзін-өзі бағалауды қалай ұйымдастыру керек мектепке дейінгі ұйымдар. Ол 2022 жылғы 27 желтоқсандағы номер 12 бұйрық. Осы екі құжаттарды қарап, тағы да бір талқылап шығамыз. Қандай құжаттар сіздерге дайындау керек, немесе қандай да жаңағы жұмыстар қашан басталу керек та мемлекеттік аттестаттауға деп. Енді осы аттестаттау басталғанда сіздер міндетті түрде көп қойылатын сұрақтар, ол жаңағы не қаралады, қандай құжаттар қаралады. Сіздің платформадан біз құжаттарды алып едік, сол құжаттармен аттестацияны өте аламыз ба, немесе сіздің құжаттарды алып едік, бірақ аттестацияны өтпей қалдық деген сұрақтар туындап жатады. Соның барлығын бүгін біз сіздермен бірге ашып талқылайтын боламыз. Яғни біздің құжаттарды сіздер ала аласыңдар, қандай құжаттар бізде бар екенін мен қазір сізге тоқталам, бірақ ең бірінші сіздер нормативті құжаттармен жұмыс істеу біліңіз керек. Жаңа айтып кеткен екі нормативті құжат, екі оқу ағарту министрлігінің бұйрықтары, ол жерде сіздер өзін-өзі бағалау кезінде негізгі бағыттар мен объектілер тоқталатын болсақ, ол бірінші әрине мектепке дейінгі ұйымның мақсаты, міндеттері мен құндылықтары, тәрбиемен және оқыту, педагогтардың білікті қызметкерлердің болуы, яғни тек қана мектепке дейінгі ұйымның жаңа педагогтары білім емес, сонымен бірге олардың санаты да сәйкес келу керек та, жылма-жыл білім мектепке дейінгі ұйым болғасын педагогтардың курстан өтуі 5 жылда бір рет, өздерінің санаттарын дәлелдеу немесе көтеру, білім беру қолжетімдігі үшін жағдай жасау, тек қана балабақшаға келетін балдар бар, және сол балабақшаның ауданына жататын инклюзив балдар бар да, соларға да жағдай жасалу керек. Келесі, ол білім алушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Ол мемлекеттік балабақша болсын, жеке балабақша болсын, ең бірінші үлкен жаңағы мүдде ол сол мектепке дейінгі ұйымда қызмет атқаратын педагогтардың және бірінші балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Және материалдық техникалық база да қаралынады ол кезде да, тек қана құжаттар емес, сонымен бірге әр 3 жыл сайын материалдық техникалық базаға қандай жағдай жасалынып жатыр, нелер алынып жатыр деген сұрақтарға да өз-өзіңізді бағалау жүргізгенде жауап бересіз. Қазір мен ол туралы айтып кетемін негізгі құжаттарда. Енді қараңыз, көптеген сұрақтар туындайды. Мысалға, неше жылдың құжаттары қарастырылады, қай жылдың құжаттарын біз дайындауымыз керек десек, 486 бұйрықтың ішінде жазылып тұр. Ол міндетті түрде сіз 2 оқу жылы толық, мысалға 2020 Бекзат, микрофонды қосылғанда әріптестер бірден өшіріңіздер, бізге кедергі келтіресіздер. Яғни 2 оқу жылдың құжаты қаралады. Бекзат деген айфоннан қосылып отырсыз ғой, микрофоныңызды айырып отырыңыз. 2 жылдың құжаты қаралады. Мысалға 25-ші оқу жылы, 24-ші, 25-ші оқу жылы, мысалға айтайық, сіз 25-ші жылы ақпан айында аттестацияны өтетін боласыз. Яғни сіздің қай жылғы құжаттарыңыз тексеріледі? 24-25-ші
оқу жылының құжаттары, ол үшінші жыл болып саналады. Оның алдындағы 2 жылдың құжаты тексеріледі. Яғни 23-ші, 24-ші оқу жылы және 22-ші, 23-ші оқу жылы. 2 жылдың құжаты толық, ал 24-ші, 25-ші оқу жылының құжаттары ол жаңағы 1 ай, яғни сізге ақпан айында аттестациядан өтетін болсаңыз десе, сіздер 1-ші қаңтарға дейін қаңтарға дейін құжаттарыңыз қаралады. Яғни 24-ші, 25-ші оқу жылының қыркүйекте басталды ғой, мысалы қыркүйектен басталған құжаттарыңыз 1-ші қаңтарға дейін құжаттарыңызды сіз ұсынасыз ертең, яғни өзіңіздің сайтыңызға орналастырасыз. Сұраққа жауап бердім деп ойлаймын. Яғни 2 өтіп кеткен оқу жылы және жұмыс басталған оқу жылының 1 ай аттестацияға уақыт қалғанша, яғни мысалға 1-ші наурызда болатын болса аттестация, 1-ші ақпанға дейін құжаттарыңыз қаралады. Сәуір айында болатын болса 1-ші наурызға дейін құжаттарыңыз қаралады. Мысалға 1-ші тамызда болатын болса, онда 1-ші шілдеге дейінгі құжаттарыңыз қаралады. Енді сіз барлық жаңағы мемлекеттік аттестаттау алдында өзін бағалауды жүргізіп, мемлекеттік аттестаттау басталғанға дейін 1 ай бұрын өткізіледі да, сіз оның барлығын жаңа 1 ай бұрын өзіңіздің облыстағы бақылау департаментіне не жаңағы құжаттардың сілтемесін бересіз. Яғни сіз оның бәрін өзіңіздің сайтында, интернет порталыңызда орналастырып, сілтемені бақылау департаментіне бересіздер. Енді қараңыздар, осы өзін-өзі бағалау кезінде де сіз қандай құжаттарды тиянақты ретінде дайындап қоюыңыз керек, бәрін жинақтауыңыз керек. Ол әрине бірінші оқу жұмыс жоспарымен ұйымдастырған іс-әрекетінің мысалға стандартқа сәйкес жүргізілген құжаттарыңыз, яғни ол 557-ші бұйрықта үлгілік оқу жоспар талаптарына сәйкес болу керек. Білім беру қызметінің жаңағы мектепке дейінгі ұйымдардың үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес болу керек және 385-ші бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі ұйымдардың қызметін үлгілі қағидасын міндетті түрде сақтауыңыз керек. Ол сіздерге бәріңізге белгілі, білесіздер, түсіндіріп айтып керек емес деп ойлаймын. Келесі, міндетті түрде өзін бағалауда, өлшем шарттарын бағалағанда, мемлекеттік аттестация кезінде ол сіздің мектепке дейінгі ұйымда, мысалы мектеп алды топ болса, сол мектеп алды топтың жаңа құжаттары, ол баланың даму мониторингісі, даму жоспары негізінде солардың оқу нәтижелері қаралады. Яғни олар мониторингі болу керек та. Ал егерде мысалға мектеп алды даярлық істерде болмаса, балабақшада ересек топ болса, онда ересек топтың мониторингі міндетті түрде қаралады. Және оның қорытындысы да міндетті түрде болу керек. Осыны ескеруіңіз керек. Кейбірде балабақшалар бізде даярлық топ жоқ деп ойлап қалады. Жоқ, даярлық топ жоқ болса, міндетті түрде ересек топтың мониторингісі қаралады. Енді оқу жүктемесінің ең жоғарғы көлемі шарттар, оны сіздер өздеріңіз білесіздер. Ол даярлық топ болса, ол ең үлкен жоғары көлемі 20 сағат болады. Ал енді оған дейінгі барлық топтарда сіздер білесіздер, бізде бекітілген сағат ол тек қана дене шынықтыру, 3 сағат, 2 сағат музыка және ортаңғы топтан бастап 1 сағат қазақ тілі да. Осы қағидалар міндетті түрде орналастыру керек. Енді 2 ай бұрын жаңа әдістемелік нұсқауға сәйкес сізде мысалға семинардың басында айтқан, мысал келтіріп, 1-ші ақпанда сізде, ақпан айында деп айтайық, мемлекеттік аттестация. Яғни 2 ай бұрын сіз өзін-өзі бағалау жұмыстарын бастап кетесіздер. Яғни міне ақпанда сізде
аттестация өту керек, яғни 1 желтоқсанға дейін сіздер не істейсіз енді? Бірінші, өзін өзі бағалаудың жүргізу үшін комиссия құрасыз. Яғни кемінде жаңа 5 адамнан тұратын комиссия құрылу керек, тақсам болады, және бұйрық шығарасыз. Енді шағын балабақша болса, онда 3 адамға дейін құруға болады комиссияны. Келесі, комиссия төрағасы болып, білім беру ұйымының бірінші басшысы болады. Себебі өздеріңіз білесіздер да, білім туралы заңына сәйкес, мектепке дейінгі ұйымның үлгілі қағидаларына сәйкес, мектепке дейінгі ұйымның жаңа уставына сәйкес, мектепке дейінгі ұйымның қызметін, функционалын жүргізуге міндетті түрде сол мекеменің басшысы жауапты, яғни меңгеруші бола ма, сіздерде жоқ, жеке балабақшада директор бола ма, сол адам жауапты, бірінші басшы жауапты. Сондықтан комиссияның төрағасы да осы 486 бұйрыққа сәйкес мемлекеттік аттестациядан өтуіне мектепке дейінгі ұйымның басшысы жауапты. Сондықтан комиссияның төрағасы немесе төрайымы болып, осы бала бақшаның меңгерушісі тағайындалады. Енді үшінші, осы комиссия құрылады, бұйрық шығарылады. Содан кейін осы 5 адамға, мысалға жаңа айтып кеттік та, комиссия құрамына бағалау критерияларын толықтай бөлініп беріледі. Яғни кім не үшін жауапты болатын, осы бұйрықты шығарғанда өзін өзі бағалау, үйлестіру жұмыстарын міндетті түрде басшы бөліп береді. Енді мемлекеттік аттестаудың алдындағы білім беру ұйымдарын өзін бағалау мынадай кезеңдерден тұрады. Жаңа мен айтып кеттім да, 2 ай бұрын бұйрықты шығардыңыз ғой, содан кейін міндетті түрде кезектен тыс, егер сіз білсеңіз өтетініңізді, сіз міндетті түрде беткеңеске енгізіп қоясыз. Ал мысалға сіз білмей қаңтарда тек сіздің алдыңызда тізім шығып, сіз мысалға тамызда немесе маусымда өтетініңіз енді анықталып жатса, сіз онда кезектен тыс беткеңес өткізесіз. Міне сіздің өз-өзін бағалау кезеңдері бірінші, бана айттық қой, бұйрық дайындайсыз дедік. Содан кейін Гүлжан ханым, микрофонды айырып қойсаңыз. Содан кейін міндетті түрде педагогикалық кеңес ұйымдастырасыз. Ол 2 ай бұрын басталу керек. Тағы да айтып кетемін, ақпан айында сіз өтетін болсаңыз, міне 2 ай. Ол міне бүгін қараша ғой, мысалға, сізде педкеңес өту керек, 2 ай бұрын басталу керек. Содан кейін міндетті түрде сіздер өзіңіздің бақылау департаментіне онлайн форматта сауалнама жүргізу үшін қолдау хат жолдауыңыз керек. Яғни осы мемлекеттік аттестация өткенде жаңағы сізде жұмыстың бір түрі, ол мектеп алды даярлық топтың ата-аналарымен онлайн сауалнама жүреді, және жұмыс істейтін қызметкерлермен онлайн сауалнама жүргізіледі. Сондықтан сіз міне педкеңес өткізгеннен кейін міндетті түрде онлайн форматта сауалнама жүргізу үшін бақылау департаментіне хат жолдауыңыз керек. Енді содан кейін комиссияның бағалау критерияларына сәйкес білім беру ұйымының өзін өзі бағалау өткізілу басталады. Педкеңесте сіз барлық қызметкерлерді таныстырасыздар, сізде аттестация өтейін деп жатқан жөнінде бұйрығын көрсетесіздер, өзіңіздің бұйрығын шығарып таныстырасыңдар. Сол педкеңесте жаңа комиссия мүшелеріне қызметті бөлгеннен кейін әрбір педагог осы мемлекеттік аттестаттаудан сүрінбей өтуіне атсалысу керек, яғни ол білім туралы заңда белгіленген ереженің бірі. Келесі, енді жаңағы осы жаңа 12-ші әдістемелік нұсқаулық бар дедім ғой, соның 4-ші қосымшасы ол өзін өзі бағалау. Сол бағалау шарттарымен барлығын таныстырып шығасыз бірінші педкеңесте. Содан кейін жайлап сіз өз-өзін бағалау басталғанда сол қосымшадағы жаңағы көрсетілген бағалау өлшемдерді толтыра бастайсыздар. Енді қараңыз, сіздер осы қосымшада әдістемелік нұсқаулықта, мен бана айтып кеттім, құрметті әріптестер, егер де кім қосылды, соңынан ең соңынан міне 2 құжат дедім.
көрініп тұр ғой сіздерге да. Ол 486 бұйрық, ол кәдімгідей бағалау өлшем шарттары көрсетілген. Және соған әдістемелік ұсынымдар 12-ші бұйрық. Осы 12-ші бұйрықтың ішінде 5 қосымша бар. Сол қосымшаларды сіз толтыра бастайсыз. Міне, сол туралы айтып жатырмын мен. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші қосымшалар. Қазір мен оларды сіздерге көрсетемін. Осы қосымшаларды толтырғанда сіз неге назар аударуыңыз керексіздер? Міндетті түрде ұлттық деректер базасына назар аударуыңыз керек. Осы қосымшаларды толтырғанда бірге ұлттық деректер базасын ашып отырып, сол базаны тексеріп отыруыңыз керек. Яғни ертең сіздер құжаттардың бәрін тапсырғанда, білім бақылау саласындағы мысалы департаментте құрылған комиссия сіздің осы қосымшаларды ашып отырып, ұлттық деректердегі мәліметтермен сәйкестігін тексереді. Яғни бірінші қосымша қазір көрсетемін мен сол жерде айтып сізге. Сол мәліметтеріңіз барлығы НОБД деп айтасыңдар сіздер да, сол ұлттық деректер базасындағы мәліметпен сәйкес келу керек. Келесі, айтып кеттім мен жаңада, мысалға егерде мектеп алды даярлық топ болмаса, ересек топтың тәрбиеленушілердің ата-аналарымен сауалнама жүргізіледі, және жаңа педагогтармен де онлайн сауалнама жүргізіледі. Сіз хат жазып жолдағаннан кейін олар сол аттестация уақытында, мысалы ақпан айында деп мысал келтіріп жатыр, сіздерге жаңа Google форматта сауалнаманы жолдайды. Сіз оны ата-аналарға және педагогтарға толтырып, нәтижесін жаңағы бақылау департаментіне жолдауыңыз керек болады. Енді қараңыз, осы қорытындысын қалай шығарасыңдар енді? Жаңа бағалау ұсынымдар бар дедік қой, соның бірінші 486 бұйрықтың бағалау критерияларында нақты өлшем шарттардың бағасы берілген да, мысалға үлгілі 5 деген, жақсы деген 4, 3 деген баға қойсаңыз, өзіңіз жақсарту талап етеді, төмен десе 2. Осы бағалау парақта өз-өзіңіз бағалауға болатын. Сол парақтарға бағалауыңызды қойып шығуыңыз керек. Әрине, енді сіз 3-2 деген бағалауды қойсаңыз, аттестациядан өтпейді деген сөзді өтпейсіздер. Сондықтан ертерек осы дайындық жұмыстарын жүргізіп, 5 жақсы үлгілі деген баға алуға тырысып, құжаттарын бәрін реттеуіңіз керек. Енді қазір қосымшаларды ашып, сол жерде мен сіздерге толық қалай толтыратын түсіндіремін. Ал енді қараңыз, қорытындысын қалай шығару керек? Сіз 4-ші қосымшаға сәйкес бағалау парағы түрінде комиссия рәсімдейсіз, бағалауды қоясыз, сомасын жалпы анықтайсыз, бағалау жөнінде есепті комиссия педагог кеңестің отырысында тағы да, яғни бана бірінші рет педкеңес біз өткіздік, ол жерде мемлекеттік аттестациядан өтетін туралы айттыңыз, комиссиямен таныстырдыңыз, бұйрық шығардыңыз, сосын қандай жұмыс жүргізілетінін 2 ай бұрын бастадыңыз да. Енді өз-өзін бағалауды толтырып шыққаннан кейін 4-ші қосымшаға сәйкес 486 бұйрықтың қайтадан педагогикалық кеңес өткізесіз. Ол жерде нақты қойылған бағаларыңызды көрсетіп, педагогтарды нәтижесімен таныстырасыз. Осы 2 хаттаманы толтыруыңыз керек. 2 хаттама болу керек. Педкеңестің да бастапқы өз-өзін бағалау және бағалап болғаннан кейін жалпы сомасын анықтаптан қанша балл жинадыңыз, мысалы 100-ден 97 балл жинап отыр, өз-өзімізді жақсы деген бағаға бағаладық деген бағаңызды қойып, жаңа педкеңесте барлық қызметкерлер таныстырасыздар. Сонымен бірге, құрметті әріптестер, сіздер білесіздер, Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігі мен қазір барлық мекемелерде қамқоршылық кеңестер жұмыс жасайды. Ол мемлекеттік болсын, ол жеке балабақша болсын, міндетті түрде бұйрықпен бекітілген әрбір білім мекемесінде қамқоршылық кеңес болу керек. Яғни бұл ата-аналар кеңесі деп
бекіткен боларсыз. Қазір ол қамқоршылық кеңесі дейді. Міне сіздің басшыңыз педкеңес өткеннен кейін сол қамқоршылық кеңесті жинап, қамқоршылық кеңестің алдында өз-өзін бағалау өткізген жөнінде жаңағы есеп береді және оны хаттамамен рәсімдейді. Қараңыздар, енді міне сіз барлық жұмыстарды аяқтадыңыз, өз-өзіңізді бағалауды жүргіздіңіз, анықтамаңызды толтырдыңыз, сауалнаманы өткіздіңіз. Енді сіз өз-өзін бағалау жөніндегі есепті, оның ішінде мемлекеттік аттестаттау өткізудің жоспарлаған мерзіміне дейін 1 айдан кешіктірмей өздерінің интернет ресурстарыңызға орналастырасыз. Яғни міне ақпан айында сізде аттестация деп айтып келатырмық бағанадан бері, да, мысал, яғни сіз 1 қаңтарға дейін, яғни желтоқсанның аяғында 1 айдан кешіктірмей дейді. Желтоқсан айында өзіңіздің интернет ресурс деген сіздің мекеменің сайты, сол жерге банағы құжаттардың орналастырып, соның сілтемесін бақылау департаментіне жолдайсыз. Енді қарайық, әдістемелік ұсынымдар айттым ғой мен сіздерге. 12-ші бұйрықта міне осы 486-шы бұйрыққа сәйкес анықтаманы қалай жазасыз, қандай құжаттарды ұсынасыз десе, осы 12-ші бұйрық ұсынымдарының ішінде 1-ші қосымшада көрсетілген өзін-өзі бағалау бөлімдері, өзін-өзін бағалаудың мазмұны, бағалау материалдары және дерек көздері. Міне сіз анықтама жаза бастайсыздар. Ол жерге мысалы неден бастайсыздар? Міне білім беру ұйымының атауы, яғни сіздің ұйымдарыңыз бар ғой, сол жерде немесе уставыңызда мекеме қалай жазылған атауымен соны жазасыздар. Мысалға жазайық, мысалы Астана қаласының коммуналды қазыналы кәсіпорын номер 36-шы балабақшасы Қошқарбаев көшесінде 34-ші үйде орналасқан деп осылай бастайсыздар. Және сол өзіңіздің мекен жайыңыз туралы заңды тұлға ретінде анықтамаңыз бар ғой, gov.kz электрондық үкімет порталынан алып, осы жүктейсіз ертең. Телефондарыңызды, электронды почта, веб-сайттарыңызды орналастырасыздар. Сіздің мектепке дейінгі ұйым басшы ретінде басшы тағайындалды ғой, мысалы мемлекеттік балабақшаларда ол міндетті түрде сол қалалық білім бөлімінің бұйрығымен сәйкес тағайындалады да, сондықтан сол жаңағы бұйрығын жүктейсіздер міндетті түрде, қай уақытта қашан басшы болып тағайындалды. Ал жеке мектепке дейінгі ұйымдарда ол өзіңіздің жеке білім беру мекемесінің жаңағы кім сізді тағайындады да, бұйрық болады міндетті түрде. Жаңағы басшы кім болып тағайындалады? ИП-ның басшысы ма, немесе жаңағы жауапты шектеулі серіктестің басшысы ма сізді бұйрығымен балабақша меңгеруші тағайындады ғой, сол жөнінде бұйрықты осы жерге орналастырасыз. Келесі жарғы міндетті түрде болу керек, да? Мысалға рұқсаттама құжаттарыңыз болу керек. Ол сіздің лицензия алады да, әрбір мекеме жұмыс бастағанда міндетті түрде лицензия алады. Сол лицензиясында жаңағы ресми интернет ресурсында орналастырады. Енді келесі 2-ші бөлім, ол педагог кадрлармен қамтамасыз ету, кадрлық әлеуеттік жаңағы талдау. Жаңа мен айтып кеттім сіздерге. 2-ші қосымшаны толтырасыз. Ол ұлттық деректер базасында сіздің ақпараттыңыз сол жерден аласыз. Ол 2-ші қосымша. Ол жерде қандай мәлімет? Жаңағы білімі болу керек міндетті, да? Жоғарғы білімі болса, жоғарғы білімі туралы. Мысалға 3 қызметкерге міндетті түрде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жөніндегі білім болу керек. Ол балабақша меңгерушісі, ол әдіскер, ол жаңағы
тәрбиешілерге да соларға осы үш санаттың міндетті түрде мектепке дейінгі білімі болу керек. Келесі мысалға курстан өткен білесіздер да 5 жылда бір рет жаңа Қытай 5 жылда бір рет сіз білім туралы заңына сәйкес сіз кешірім сұраймын, құттаймын, телефон. 5 жылда бір рет міндетті түрде білім жетілдіру курсынан өтіп тұруыңыз керек. Сондықтан міне аттестациядан өтетін болсаңыз, тағы да бір рет барлық педагогтардың курстан өтті ма, соны қарап алуыңыз керек. Ол міндетті. Сіздің жаңа курстан өтті ма, өтпеді ма, соны қарап алуыңыз міндетті. Одан кейін санатыңызда міндетті түрде қарайсыздар. Педагогтардың сапалық құрамына байланысты санаттарыңыз болу керек та, соны да мұқият қарап шығу керек. Сапалық құрамға да назар аудару керек. Әсіресе мемлекеттік балабақшалар, жеке балабақшаларды сіздер білесіңдер. Мен слайдтың басында тектен тек қойған жоқпын. Бізде екі нормативтік құжаттан басқа біздің үлкен стратегиялық құжатымыз бар. Ол Қазақстан Республикасында мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беру дамытудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы бар. Қазақстан Республикасы үкіметінің 249 қаулысымен бекітілді. Осы құжатта бірнеше нысаналы индикаторлар бар. Мен мына жерге мысалға осы аттестациядан өтуге екінші нысаналы индикаторды қойып қойдым. Сонымен бірге міндетті түрде педагогтардың мектепке дейінгі білімі нысаналы индикатор бар, сапалық құрамына байланысты нысаналы индикатор бар. Солардың барлығы осы аттестация кезінде зерделенеді міндетті түрде. Енді қазір таблицада көрсетемін. Қараңыздар, келесі үшінші жаңа қосымша ол мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиеленушілердің контингенті. Яғни сіздер балаларды қабылдап алғаннан бастап балалар туралы мәлімет ұлттық деректер базасында және балабақшадан шығып кетіп жатса, оның шығып кеткен жөніндегі бұйрығы, жаңа тәрбие мен оқыту мерзіміне қойылатын талаптар, мысалға сіздер білесіздер ғой, 1 тамызда топтар жас ерекшелігіне сәйкес бөлінеді. Мысалға ерте жас топ, ортаңғы кіші топ, ересек топ, дайындық топ деп, сол жаңағы кейбір жеке балабақшаларда мысалға 1 тамыздан емес, мысалға қарашада немесе жаңа жыл басталғанда қаңтардан топтарды қайтадан бөліп жатады. Жоқ, ол дұрыс емес. Бізде оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және 31 тамызда бітеді да. Ол үлгілі қағидалар 385 бұйрықта көрсетілген. Сондықтан тәрбие мен оқыту мерзіміне қойылатын талаптар сол жерде көрсетілген. Яғни біз соған сәйкес балалардың жас топтарын қалыптастыру кезінде талаптарды сақтауымыз керек та. Яғни 1 тамыздан бастап топтарды сіз құрып бұйрығын шығарасыз. Сол туралы ақпарат осы үшінші қосымшада міндетті түрде болу керек. 4-ші қосымша ол оқу әдістемелік жұмыс. Яғни бұл жерде банағы айтып кеттік та, стандарт
құжаттарға, мектепке дейінгі стандарт оқу бағдарламасына, оқу жоспарына соның бәрі сәйкес келу керек. Жаңа бекітілгенді соған сәйкес сіз жұмыстанасыз. Осыны ескеру керек. Яғни ол жаңа сіз бізге көбінесе шығып жатасыз ғой. Мысалға сіздерден перспектива алдық, сізден циклограмма алдық, аттестацияға олардың бәрі жарамды ма деп. Осы жерде сіздердің 3 жылдық перспектива жоспарыңыз, циклограммаларыңыз қаралынады. Сонымен бірге мониторинг салған, баланың жеке даму картасы қаралынады. Соларды сіз дұрыс тиянақты жүргізуіңіз керек. Оларда біздің платформада бар, мен оған тоқтап кетемін. Бірақ мысалға біз сіздерге үлгі береміз. Оның үшін нені толықтыру керек, нені қалай жасау керек, қазір мен түсіндіріп болғаннан кейін платформадан ашып сізге перспектива жоспарды және циклограммны көрсетемін, және баланың жеке даму картасы да қалай жасақталатынын көрсетемін. Келесі 5-ші қосымша ол оқу материалдық активтер. Енді бұл жерде қараңыз, сіздерде үлгілік қағидалардың сақталуы да, мысалға ғимарат туралы мәлімет, мысалға жабдық пен жиһаздарды қамтамасыз ету туралы мәліметтер осы 5-ші қосымшада көрсетіледі. Сондықтан сіз мысалы балабақшаға әдістемелік айтайық, мысалы кешендерді сатып алсаңыз, ол міндетті түрде Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің жылма-жыл 216 бұйрығы, ол негізінде соған өзгерістер енгізіледі. Сол жерде балабақшаларда рұқсат етілген әдістемелік кешендер бар. Сол кешендерге сәйкес сіз міндетті соларды алуыңыз керек. Көбінесе балабақшалар өздеріңіз алып жатасыздар, барасызда дүкеннен қарайсызда аласыздар. Ал сіз сондай әдістемелік кешенді алардың алдында міндетті түрде сол 216 бұйрықтың ішінде бар ма екен, соны айтуыңыз керек болады. Келесі, мысалға бір құрал жабдықтар сатып алсаңыз, не зерделенеді? Ол жерде комиссия қарайды, жылма-жыл сол құрал жабдықтарға алу жоспарлы түрде жасалынып жатыр ма? Мысалға, 1-ші жыл спорт алаңын дұрыстатқан боларда, сіз сол накладнойларын, сол 5-ші қосымшаны, 5-ші сұрақ, ол 4-ші қосымшаға сәйкес толтырасыздар ғой, қандай құрал жабдықтар сатып алынған. Сосын оның жаңа жүктеме дейді, накладной дейді, соны жүктеп қойыңыз керек міндетті түрде артына салып. Жылма-жыл алынған накладнойлар. Немесе накладной жоқ болса, сіз сол комиссия құрып акт толтырасыз. Мысалға сіздерге спонсорлар әкелуі мүмкін, линориумда 2 топқа өзгерткен болар. Оны акт, жаңа қамқоршылық кеңесіңізді қосып, сол балабақшада істейтін тәрбиешіні қосып, бухгалтеріңізді қосып, акт толтырып, сол уақытта сол актларды артына жүктейсіз. Сонда комиссия 3 жылдың ішінде жүйелі түрде жұмыс жасалынды ма? 1-ші жыл спорт зал жөнделген, 2-ші жыл музыкалды зал, 3-ші жыл топтарға алынған екен. Тап солай әдістемелік кешендерде сол қарастырылады. Енді келесі ақпараттық ресурстар мен кітапхана қоры, ол да 4-ші қосымша. Жаңа мен айтып кеттім да, 216 бұйрыққа сәйкес, мысалға сіз жылма-жыл балаларға, педагогтарға әдістемелік кешендер алатын болсаңыз, сол сатып алынған әдістемелік кешендердің де жаңағы накладнойларын жүктеуіңіз керек. Міндетті. Сіз мысалы таблицаға жазып қоясыз, бірақ оның дәлелдемесі жоқ болса, ол алынбаған нәрсе деп салынады. Енді 7-ші бөлік, ол сіздердің жаңағы нәтижелеріңіз да, жұмысыңыздың, тәрбиеленушілердің жаңағы мониторингісі, бастапқы мониторингі, қорытынды мониторинг, ол міндетті түрде болу керек. Оның нәтижелері және баланың кезеңдегі баланың жеке даму картасы. Сол жеке даму карталарын сіздер міндетті түрде көрсетесіңдер. Соңғы 8-ші бөлім, ол сіздердің жаңа сауалнама нәтижесі. Сіз соны жүктейсіздер, ата-аналармен өткізілген сауалнама нәтижесін, және сіздің
қызметкерлер мен педагогтармен өткен сауалнама нәтижелері, және анықтаманың соңында қандай сіздің кемшіліктеріңіз бар, және оның шешу жолдары. Мысалға сізде болуы мүмкін, мысалға 10 педагог, оның мысалға айтайық, алтауы тәрбиеші, әдіскер, меңгеруші. Осы жаңа айтып кеттім ғой, міндетті түрде мектепке дейінгі білімі болу керек. Әріптестер, микрофоныңызды. Сондықтан курстан өтпей жаңағы білімі мектепке дейінгі болмаса, міндетті түрде сіз қайта даярлау курстан өтуіңіз керек. Себебі ол білім жетілдіру курсымен көбінесе шатастырып отырасыз. Жоқ, білім жетілдіру курсы ол әрбір педагог білім туралы заңына сәйкес 5 жылда бір рет өту керек. Ал енді мысалға жаңа 3 санатты айтып кеттім ғой, меңгеруші, әдіскер немесе тәрбиеші, мектепке дейінгі білімі болмаса, мысалы бастауыш сыныптың мұғалімі болуы мүмкін, бірақ тәрбиеші ретінде қызмет атқарып жатыр. Осы педагог міндетті түрде жаңағы қайта даярлау курстан өту керек. Сонда ескертулеріңіз болса, мысалға сіз ол кісі жоспарлы жазылып қойды, наурыз айында өтеді, сізде ақпан айында мысалға аттестация болып жатса, сіз осы жерге жазып қоюыңызға болады ескерту ретінде. Жұмысқа осы қаңтар айында қабылданды, сонда осыған орай наурыз айында осы қайта даярлау курстан өтеді деп. Және қорытынды ұсыныстарыңыз өздеріңіз, сіз қазір қандай балабақшасы, стратегиялық жоспарға сәйкес қандай бағытта жұмыс жасап жатырсыз. Мысалға сіз мықты балабақшасыз, келесі жылдан бастап облыс көлемінде авторлық балабақша болайын деп жатсаңыз, осы қорытынды ұсыныстардың ішіне соны жазып қоюға болады. Енді қараңыздар, міне бағанағы айтқан ұсыныстар, әдістемелік ұсыныстардағы сіздердің толтыратын қосымшаларыңыз, міне педагог кадрларымен жасақталған туралы мәлімет. Яғни осыны толтырасыз, бірақ тағы да айтып ескертіп кетемін, сіз әрбір педагогтың папкасы бар ғой, жеке өзінің жаңағы жеке папкасы да, ол жерде дипломның көшірмесі тұр, барлық анықтамалар тұр, курстан өткен сертификаттар бар. Соның барлығы ұлттық деректер базасымен бірдей болу керек. Ұлттық деректер базасын дұрыстап тексеріп, содан кейін осы жерге мәліметтерді түсіресіздер. Мәліметтеріңіз шын, олардың және қасында міндетті түрде дәлелді құжаттарыңыз болу керек. Келесі үшінші қосымша жаңа тәрбиеленушілер контингенті құрамы туралы. Ол жерде де баланың сізге балабақшаға келгеннен бастап та жаңағы қай уақытта келді, сіз НОБД-да ол сізде тұр, бұйрықпен сіз қабылдап алдыңыз, сосын шығып кетіп жатса, сіз бұйрықпен шығарасыз міндетті түрде. Осы мәліметтер осы жерде тұру керек. Әрбір 3 жылға сіз мәлімет бересіз, 3 жылдың мәліметін осылай толтырасыздар. Міне жиһаздармен қараңыздар. Бағана айтып кеттім ғой да, мысалға сіз не сатып алдыңыз, мысалға айтып кеттім, жаңа музыка залына фортепиано сатып алған боларсыз. Онда осы сол фортепиано деп жазасыз, өлшем бірлігі 1, ол барлық топтарға да қосып жүріп бір фортепиано деп жазуыңызға болады. Бірақ соны осы соңғы 3 жылда алсаңыз, оның міндетті түрде жаңағы накладной немесе жүк келген жөніндегі кіріс құжатты соны беруіңіз керек. Келесі міне жаңағы бірінші қосымшада 486 бұйрықта өз-өзін бағалау дедік қой, сол өз-өзін қалай бағалайсыңдар? Міне сіз барлық жаңа толтырып шыққаннан кейін қарайсыңдар, 100% ол сізде 5-тік баға алу үшін тиісті бейіні жоғары оқу орнынан педагогикалық немесе қайта даярлауды растайтын құжаты бар педагогтардың үлесі дейді. Міне сіз барлығында қызмет атқарып жатқан педагогтарды сұрайды бұл жерде. Солардың жоғары білім, бәрінде жоғары білім болса, ол мықты 100%. Сізде 10 педагог, онында жоғары білім 100%. Сіз өзіңізге 5 деген бағаны қоясыз. 5 қоясыз. Келесі жаңағы 5 жылда бір рет сүйретпей, жаңағы курс біліктілік санатын деңгейінде 5 жылда бір рет педагогтар біліктілік санат алады ғой, сол педагогтарыңыздың барлығында біліктілік санат бар ма?
100% болса жоқ, мысалға мына жерден таңдайсыз. Оның ішінде бала бақшаның басшысы ол 3 жылда бір рет санатын алу керек. Мысалға балабақша меңгеруші болып қызмет атқарып жатсаңыз, сіз 2 жылдан кейін, 3-ші жылға уже ауысқанда, сіз тест тапсырып, 3-ші жылы міндетті түрде 3-ші жаңағы білім мекемесінің 3-ші санатына бересіз. Немесе 3-ші санатыңыз болса, 3 жылдан кейін сіз 2-ші санатқа беруіңіз керек. Осы жерде осы бағаланады. Енді 3 жылда бір рет сиретпей, оның ішінде басшы орынбасарлары біліктілік арттыру курстарынан өтуіңіз керек. Яғни санатты 5 жылда дедік, басшы 3 жылда бір рет алады, ал курсты соңғы өзгерістерге сәйкес білім туралы заңына педагог әдепке өзгерістер енгізілді. Бұрында сіздер 5 жылда бір рет өтіп жүрсеңдер курсты, енді сіз 3 жылда бір рет міндетті түрде курстан өтуіңіз керек та, барлығыңызда. Сондықтан міне 24-ші 25-ші оқу жылында 23-24 және 22-23 осы 3 жылдың ішінде сіз міндетті түрде курстан өтуіңіз керек. Ол сіздің жылдық жоспарыңызда және басшының, әдіскердің сапалық құрамға байланысты жоспары болады. Сол жерде курстарды сіз міндетті түрде 3 жылда, мысалға мен 22-ші жылы өтсем, 22-23-ші оқу жылында, яғни оным осы 24-25-ші оқу жылына пайдаға асады, ал қыркүйекте 25-26-ші жыл басталады. Сонда мен қайтадан, маған 3 жыл болады, мен курстан өтуім керек. Осыған да мұқият болуыңыз керек. Енді 70-ші бұйрық, ол білесіздер, білім мекемелердің жабдықтармен, жиһазбен жарақаттануы да, яғни қамтамасыз етілуі. Сіз осы бұйрыққа сәйкес сізде барлық құрал жабдықтар болу керек. Оны да өзіңіз зерделеп шығасыз. 6-шы бұйрық, бұл назар аударатын нәрсе, үлкен көптеген балабақшалар бұл бұйрықты түсінбей, аттестация кезінде өтпей қалып жатады. Яғни бұл 6-шы бұйрық не туралы? Ол ерекше білім беруіне қажеттілігі бар адамдар үшін жаңағы білім мекемелеріне сәйкес жағдай жасалуы. Яғни сізде сондай балдар болса, педагогтар міндетті түрде курстан өту керек, басшыңыз курстан өту керек. Сосын кейбір мекемелер былай түсінеді: бізде ондай балдар жоқ, бізге ол керек емес деп түсінеді. Жоқ, сізде міндетті түрде ондай балдар болмаса да болашақта сізге келіп қалуы мүмкін. Сондықтан жаңағы оларға қауіпсіздік, мысалға балабақшаға кіретін есіктер, оларға арналған дәретханалар, ондай балдарға арналған осы 6-шы бұйрықта көрсетілген, барлық қандай жағдай жасалу керек. Соның бәрін сіз міндетті түрде орындауыңыз керек. Болсын сізде ондай балдар, болмасын, сізде осы жағдай жасалыну керек та. Ол пандустар болу керек, мысалға осы жағдайлар, есіктен мысалға келгенде қоңырау болу керек та, жаңағы кіре алмаса ол қоңырау салатын мүмкіндігі болу керек. Осы жағдай қаралу керек. Ал егерде сіздің балабақшаға бір топқа бір бала, инклюзия бала келетін болса, сол топтың міндетті түрде тәрбиешілері осы инклюзияға байланысты курстан өту керек, және басшы да, әдіскер де міндетті түрде курстан өту керек. Ол балаға жаңағы психологиялық, педагогикалық жағдай тудырту керек, оқу бағдарламасын таңдау керек, және соған барлық жағдайды жасау керек. Ол осы 6-шы бұйрықта көрсетілген. Келесі мен айтып кеттім, 216-шы бұйрық, ол әдістемелік кешендер. Қанша әдістемелік кешендер бар сізде, бірақ олар міндетті түрде, мен айтып кеттім ғой, 216-шы бұйрықтың ішінде олар атау жазылады. Мысалға былай жазылып қою мүмкін. Мысалға қарапайым математик түсініктерді қалыптастыру, баспасы көрсетеді. Мысалға айтайық, мысалы білім медиа групп деп та, біздің компанияның жас ерекшелігі, мысалы 5 жастағы балаларға арналған деп та. Осы бұйрықтың ішінде тұрса, онда сіз
ол әдістемелік кешенді алып пайдалана аласыз. Ал егер сіз өзіңіз сатып алдыңыз, бірақ бұйрықтың ішінде жоқ болса, сіз ертең бұл мысалға бөлімді толтыра алмай қаласыздар. Жетісі ол жас топтардың толықтыруын сәйкестігі топтар бөлінісі. Бана айтып кеттім мен, ол 385-ші бұйрықта белгіленген үлгілі қағидаларда әр жас, мысалы сізде аралас топ болуы мүмкін, олар болады аралас, бірақ сол аралас топта да жас жаңағы топтарына сәйкес сіз бөліп отырасыз. Мысалы 3 жастағы ол ортаңғы топ, 4 жастағы ересек топ. Балдар солай ұлттық деректер базасына сөйтіп жазасыз, бірақ топ сізде аралас болып саналады. Ата-аналардың сауалнама нәтижелерін мен айттым, және педагогтардың сауалнама нәтижелерін де ол сіздің жасап жатқан жұмысыңыздың деңгейіне байланысты. Сондықтан ол бүгін тек аттестацияға емес, сіз сол барлық уақытта сапаға бағытталған жұмысты ұйымдастыруыңыз керек. Сапаға бағытталған, нәтижеге бағытталған жұмыс болса, сіздің ертеңгі таңда сауалнамаңыздың да нәтижесі жоғары деңгейде болады. Сауалнамадағы берілген жауапқа сәйкес осы жерді бағалайсыз осылайынан. Сосын нәтижесінде мені бағалау парақтары жаңағы бірінші қосымшада тұр ғой, соны мына жаққа бағалау өлшемін жазасыз да, бағалау өлшем шарттарын көрсетіп, мына жерге балдарыңызды қойып шығасыз. Ең соңында мысалға сіз барлық бағалауды қойып шықтыңыз, мына жерге сіз мысалға үлгілі деп қойсаңыз, мынадай бал жинауыңыз керек, 40-тан 45-ке дейін да. Егер де мысалға 55-тен 65 балға дейін жинасаңыз, ол жаңағы мынадай баға болады. Енді 65-тен 20 жаңағыдай 75-ке дейін жинасаңыз, ол мынадай баға болады. 70-тен 80-ге дейін жинасаңыз, үлгілі жақсы 60-тан 69-ға дейін осындай өзіңіз бағалап, бағаңызды қойып шығасыз. Осындай құжаттар жүргізіледі. Әріптестер, мен қазір сіздер дайындала беріңіз сұрақтарыңызды, мен чатты қарап шығайын. Чатта бізде сұрақ қойды: добрый день, вебинар только на казахском языке или дальше на русском будете? Да, на русском сейчас, после того, как отвечу на все вопросы, коротко и пройдусь и на русском языке. Хорошо. Дальше. Так, қосылған балабақшалар. Телефон номерларыңызды тастап кетуге болады. Сізге осы барлық слайдтар жіберіледі. Сұрақтарыңызды қойып шықсаңыз, сосын мен платформаға көшейін. Платформада бізде қандай жұмыстар жүргізіп жатырық. Жаңа айтып кеттім ғой сіздерге. Перспектива дедік та. Циклограмма. Қоя беріңіз. Менде биыл февраль айында аттестациядан өтеміз біз балабақша. Сонда 2022-2023 жылы 20-ші жылғы балалардың жылдың басымен 19-ші жылғы балалардың аяғы отыр. Сол мен өте алам ба ол спецпен аттестациядан? Солай бір жылы бір болған жылдың басымен аяғы деп. Мен сізге бана айтқанда айттым ғой, сіз топтарды бала жылымен жаңағы топтарды құрастырғанда міндетті түрде 1 тамызға топтарды құрастыруыңыз керек. 1 тамызда сізде ол неше жастағы балалар? 2019 5 жастағы ма? 6 жастағы? Жоқ, 2019 жыл 22-ші жылғы балалар. Мысалы 2 жасар балалар жаңадан қабылданған. Бірақ сіз жылдың басымен кіші топ жылдың басы 20-ші жылғы жылдың басымен 19-ші жылғы жылдың аяғы отыр. Сіз қай облыстансыз? Сіздерде өздеріңізде сол топтар қай уақытта басталады? Сізге НОБД-да береді ғой. Мынадай жылдың басымен топта былай тұру керек, мына жылдың аяғымен деп. Сіз жаңа білім бөліміне жолыңыз, солар сіздерге барлығын айтып береді, көрсетіп нақты. Жақсы ма? Аттыры мен сізге сіз шатастырып басқа нәрсе айтып қойып, сосын ертең сіз таяқ жеп жүрмеңіз. Міндетті түрде топ мысалға 1 тамызда келді да, 2019 жылғы бала жылдың басы аяғы ол санала береді ғой бізде. Бізде деп айтылған жылдың ішінде дейді. Сондықтан ол жерде 1 жаңағы желтоқсанның баласы да отырып қалуы мүмкін. Себебі ол жылдың ішінде кіріп кетеді.
да, толады. Сіздің білім басқармасы нақты балалардың сол мысалға ортаңғы топта мынадай мысалға 1 тамыздан бастап мына жерге дейін деп бекітіп беру мүмкін. Мысалға Астана қаласында сөйтіп бекітіп сайттарына орналастырып қойған. Мүмкін сіздің облыста да солай болар. Сондықтан аудандық, қалалық немесе білім басқармасына жолығып осы сұрағыңызды қойыңыз. Жақсы ма? Жақсы, рахмет. В циклограмме логопеда идет только пустой бланк, он не расписан, почему дейді. Айгүл қойып жатыр сұрағын. Қазір біз логопедтің, когда мы зайдем на платформу, я вам покажу. Там все расписано, только смотрите, когда вы сами уже должны составлять, вы же должны расписывать. Мы же вам предоставили там полную, как вам сказать, план работы. А вот с какой группы вы будете теперь работать? Мы же не знаем же. Это младшая группа, это старшая группа. С каким диагнозом расстройства? Фонематическое или нарушение речи, да? Поэтому вы должны сами же уже циклограмму составлять по вашим детям, по данным ваших детей. Сейчас, когда я открою в программе на нашей платформе, я покажу, хорошо? Еще раз. Так, басқа қандай сұрақтарыңыз бар, әріптестер? Сұрақтарыңызды онда ойлана беріңіз, қараңыздар. Мен сіздерге 3 нәрсе туралы айтып кетейін деп жатырмын. Бізге жазылған балабақшалар бар, жазылмаған балабақшалар бар. Жазылған балабақшаларда әлі түсінбей жатқан болуы мүмкін. Мысалға біздің бірнеше бөлімнен тұрады білім кетіс деген цифрлық платформа. Соның біріншісі мектепке дейінгі іс номенклатурасы. Бұл жерде барлық қандай құжаттар жүргізілу керек және қалай жүргізілу керек деген сұраққа жауап аласыздар. Екінші әдістемелік кабинет. Бұл сіздердің жұмысыңызға көмек беруге бағытталған әдістемелік кабинет болып саналады, да? Толық әдістемелік кабинеттің жұмысы. Осы әдістемелік кабинеттің жұмысы бар, біліктілік пен дағдылар мониторингісі бар, баланың жеке даму картасы бар, STEAM бөлімі бар, жиынды дышты материалдар бар және басқа да басқа нәрселер бар. Мен жаңа сізге аттестация кезіндегі 3 құжат туралы айтып кетейін деп тұрмын. Ол перспективалық жоспар. Міне топтардың перспективалық жоспары. Көрініп тұр ма, әріптестер, демонстрация? Міне сіздер аттестация кезінде 3 жылдықын деп айтып кеттік, бірақ бізде 4-ші жылда да бар. Сондықтан мен естіп отырсыздар ма, әріптестер? Дыбысыңыз шықпай қалды ғой. Барсыңдар ма? Ешкім жоқ, мен просто сөйлеп жатырмын ба? Бар ма, әріптестер? Естіп отырмыз, тыңдап отырмыз. Қараңыздар, 4 жылдың құжаттары тұр. Яғни сіздер алып пайдаға асыруыңызға болады. Негізінде аттестация сізге осы өтіп кеткен 2 оқу жыл және мына жұмыс істеп жатқан 3-ші оқу жылдың перспектива жоспары қаралады. Перспектива жоспарды қазір ашайық. Мысалға, мектеп алды даярлық тобы ақпан айында. Біздің перспективалы жоспар дұрыс, оған тек сіз қандай өзгеріс енгізесіздер? Сіз өзіңіздің тобыңыз туралы, мекеменің атын, сондай бағыттағы жұмыстарды көрсетесіздер. Басқа сіздерге ештеме өзгеріс енгізіп керек емес, себебі перспективалы жоспар ол типтік оқу бағдарламасындағы мақсат, міндеттер 9 айға бөлініп жазылады. Яғни 1-ші қыркүйектен бастап 31-ші мамырға дейін барлық мақсат, міндеттер жазылады, бөлініп 9 айға. Осы біз оны дайындап қойдық. Бұл жерде біз ештеме қоса алмаймыз, ештеме алып та тастай алмаймыз. Типтік оқу бағдарламасын алдық та 9 айға сіздерге бөліп салып бердік. Сондықтан біреу келіп, сіздің перспективалық жоспар дұрыс емес деген әңгіме айтатын болса, сіз айтасыз, қалай дұрыс емес, перспективалық жоспар типтік оқу бағдарламасына сәйкес жасалмай ма? Біз сол типтік оқу бағдарламасындағы мақсат, міндеттерді 9 айға бөліп отырмыз дейсіз. Бұл жерде біз ештеме өзіміз ойлап қоса алмаймыз. Оқу бағдарламасын алдық та сіздерге жаңағы салып бердік. Енді циклограмма, екінші үлкен құжат. Бұлардың барлығы
130 бұйрықта сізге оқу ағарту министрлігінің күні кеше 30 қазанда 319 бұйрықпен өзгерістер енгізілді. Сол бұйрықта осы құжаттар регламенттелінген. Бірінші перспектива жоспар жылдың басында жүргізесіз, содан кейін әр апта сайын циклограмма жазуыңыз міндетті. Және үшінші құжат баланың жеке даму картасын сіз жасауыңыз керек та. Енді қараңыздар, циклограмманы ашып көрсетейін. Циклограммада әрине сіз енді кішкене бізге кейбір кісілер ұрсады, неге біз өзгеріс енгізуіміз керек депсіздер, өздеріңіз өзгеріс енгізу керексіздер циклограммаға. Ол міндетті. Себебі біз циклограмма қалай жазылады? 130 бұйрықта айтылғанда циклограмма тәрбиешілермен, ол топта істейтін педагогтармен бірлесе отырып, жаңағы циклограмма аптаға жазылады. Ал біз сол циклограмманы жазғанда бана перспектива жоспарда көрсетілген мақсат міндеттерді орындау үшін сіздерге барлық жаңағы өзгерістерді осы жерге ойындар арқылы бәрін салып бердік. Мысалға мен қазір ересек тобын ашып отырмын. Енді қараңыз, сіз не істеуіңіз керек енді бұл жерде? Әрине сіз қай ата-аналармен сөйлестіңіз, кімнің ата-анасымен сөйлестіңіз? Дәуреннің атасымен сөйлестіңіз, Бегімнің анасымен сөйлестіңіз, Сәуленің әжесімен сөйлестіңіз. Әрбір қай баламен сөйлестіңіз, жеке-жеке осы жерге жазуыңыз керек. Ол міндетті. Себебі сізде топта 25 бала бар ма? Күніне жоқ дегенде 5 ата-анамен сөйлесуіңіз керек. Таңғы қабылдауда немесе кешке шығарып салғанда. Сол ата-аналарды мына жерге балалардың атымен көрсетіп жазу керек. Енді сонымен бірге сіздің педагогтардың өзінің шығармашылық тақырыптары болуы мүмкін. Сол шығармашылық тақырыптарды осы жерге қосуыңыз керек, ол міндетті. Себебі біз білмейміз ғой, сіз қандай бағытта жұмыс жасап жатсыз. Өзіңіздің әрбір педагог, бана айтып кеттім, сапалық құрамы, яғни ол өзін-өзі жаңағы аттестацияға дайындап, жаңағы санатын көтеру керек. Сол бағытта ол бір тақырыпта жұмыстанады, сол тақырыбы осы жерде міндетті түрде көрсетілу керек. Және осы циклограммның ішінде қандай жұмыстар атқарып жатыр, ода қарастырылып жазылу керек. Келесі, сіз баланың жеке даму картасын толтырдыңыз. Сол жеке даму картаны толтырғанда міндетті түрде сіз жаңағы сол жерде мысалға жазыңыз ғой жеке даму картында. 2 қолмен допты лақтыруды үйрету, оның солын ажырату деп та. Сол жеке жұмыс міне сіздің осы циклограммамен бірдей болу керек. Яғни қаңтарда мысалға ертең аралық сізде мониторинг өтеді. Нәтижесі бойынша мысалға мен Бегіммін. Мен мысалға 2 қолмен допты лақтыра аламын, жақсы жинадым, бірақ онымен солында әлі ажыратып жүре алмаймын. Сондықтан жеке даму картасына сіз соны жазып қойдыңыз да, әлі жаңағы оның солын ажырата алмайды, топқа 2-ге бөлінуде сандарды шатастырады, или топқа бөліне алмайды деп. Яғни сол жұмыс менімен мына жерде жазылу керек. Бегіммен мысалға қай күнге сіз оның солын үйрету бағытында жұмысты жүргізу деп. Балалардың жеке жұмысы сіздің балалардың жеке даму картасында көзделген жұмыстарға сәйкес болу керек. Ал біз баланың психология жас ерекшелігіне осындай жұмыстар жүргізуге болады деп, банаға айтып кеткен перспектива жоспардағы мақсат міндеттерді жазып, соған жұмысты келтіріп отыр. Сіздер енді осымен соны толықтырасыздар. Және де сізде ауа райында өзгеріс болуы мүмкін да, немесе ата-аналарға кеңес беріп жатсыз, тағы да қай ата-анамен сөйлестіңіз, осы бағыттағы жұмыстарды циклограммаға міндетті түрде сіз енгізуіңіз керек. Сондықтан ондай өзгерістер сіз жасауыңыз керек. Тек қана біздің циклограмманы кейбір педагогтар алады, көшіріп алады, басқа ешқандай өзгеріс жасамайды. Ондай өзгеріс жасамасаңыз, әрине сіз аттестацияны өтпейсіз. Себебі бұл біз сізге қаңқасын және үлгісін беріп, мақсат міндеттерді салып қойдық, бірақ сіздерде қандай балдар бар,
олармен қандай жұмыс жүргізу керек, қай ата-анамен не туралы сіз сөйлестіңіз, біз оны жаза алмаймыз, себебі біз білмейміз. Сондықтан сіз циклограмманы алғаннан кейін өздеріңіз сол жұмысты жүргізуіңіз керек. Енді қараңыз, біліктілік мен дағдылар мониторингі біздің платформада ол автоматтандырылған түрде. Сондықтан қараңыз, сіз тек қана балалардың фамилиясын, атын алып келесіз, өзіңіздің жаңа НОБД-дан әкеліп саласыз. Осылай басқанда жаңа дағдылар шығады, бірінші дене шынықтыру дағдысы білесіздер. Осы жерге кіріп, мына Айленді сіз осылай автомат түрде бағалап шығасыз. Оны телефоннан да бағалауға болады. Қарап шығуға болады, телефонмен де жұмыс жүргізуге болады. Сіз ештеме бұрынғыдай Excel-да жасамайсыз, тек қана екі нәрсе жасайсыз. Фамилиясын салдыңыз, аштыңыз платформада. Бұл жерде сіздерге өлшем шарттар берілген. Сол өлшем шарттарды оқып, бала орындай ма, жүреді. 3 деңгейі бар, білесіздер да. Жүреді, жүруге тырысады, жүруге талпынбайды деп. Жүруден басасыз, болды. Сіз сақтайсыз, сақтағанда сәтті сақталды деп шықты. Кері барсаңыз, міне сіздерге платформа автоматты түрде бәрін санап береді. Ештеме сіздерге керек емес, санап, түзету, бояп, тек сіз Excel-ға жүктеуді басып, өзіңізге сізге берілген форматта, Excel форматында берілді ғой, балаларды ерте дамыту институты. Сол Excel форматында берген жаңағы форматты көрсетесіз. Міне өзіңізге жүктеп аласыз. Міне Excel-да сізге керек болса, ашып, міне тап сол банағы бір деп салып отырсыз ғой, сіз өзіңіз қолмен салып ал. Біздің платформада осылай сізге автоматты түрде жүктеп береді, ешқандай қиындығы жоқ. Енді осы толтырып атқанда платформада сізден бірден баланың жеке даму картасы шығады. Міне қараңыз, Арман қызы Айлин, мен бастым. Міне қараңыздар, енді банағы толтырғаның нәтижесі бойынша менің алдымда ақпарат дайын тұр. Мысалы, физикалық қасиеттер дамытуда 2 дағдыны меңгермеген екен Айлин. Ішінара тепе-теңдікті сақтап жүреді, яғни ол мықты жүрмейді және ішінара жүгіреді дейді. Міне қараңыз, енді мен осы жаңағы индикаторды ала отырып, осы балаға осы 2 дағдыны қалыптастыру бағытында жұмыс жүргіземін. Яғни жеке картаға және осы жерге, мына жерге алып толтырам. Қандай коррекциялық немесе дамытушы жаттығуларды. Мысалға, коммуникатив дағдылар дамытуда ішінара байланыстырып айтады. Яғни сөйлемдерді толық айтпайды да. Яғни мен сөйлемдерді толық айту бағытында жаңағы Айленмен жұмысты жүргіземін. Немесе танымдық зияткерлік дағдылар дамытуда зерттейді, ішінара ажыратады және атайды. Яғни мен қандай жаңағы дағдыны ажырата алмай отыр, осы жерге сол жұмысты жүргізем. Өзіме осы Word жүктеу керек болса, Word жүктеуде басқанда Айленнің жаңағы осы баланың жеке даму картасы, міне осындай түрде, сізге осы түрі керек қой. Алдыңызда ертең тексергенде де сіз осы жерге міне осыны жазып аласыз, бірақ мына жерге сіз міндетті түрде ашып жіберіп, мынаны толықтырып, қандай жұмыс жүргізесіз, соны жазуыңыз керек қой. Себебі біз тек сіздерге дағдыны меңгерді, меңгермеген көрсетіп отырық. Сіз енді осы жерге коррекциялық жұмыстарды жазуыңыз керек. Осылай біздің платформада жұмыс осылай атқарылады. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Сәлеметсіз, сұрақ қойсам бола ма екен? Болады. Шу ауданы Әсем бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Кебіспаева Гүлзира. Біз осы қаңтар айының 2025 жылы осы бақылауға ілініп отырмыз тізім бойынша. Бізге бір апта болды ескертілген неше. Енді біз жаңа перспективный план, циклограмма, баланы жаңа мониторингі, даму картасы, бақылау парағы, соның бәрін 2022-2023 оқу жылынан бастаймыз ба? Жоқ, 2021-22 оқу жылынан бастаймыз ба? Қай оқу жылынан бастап өткіземіз біз соны? Толығынан тәрбиесін білсек па деп отырмыз. Сіз қашан қосылдыңыз? Семинар басталғанда қосылдыңыз ба?
Мен басынан бастап енді иә. басынан бастап айтсаңыз, мен сізге не айттым жаңа? Ой, көкелер ай, не тыңдап отырсыздар? Мен сіздерге Свет бір ұстамай тұр, соның кейін. Сіз бізге жазылдыңыз ба, біздің платформаға? Иә, жазылдық. Онда тамаша. Қараңыз, мен слайдымды қайтадан қосайын. Сіз қараңыз, бана мен басында да айтып кеттім. 486 бұйрықты оқыңыз. Біздің платформаға кірсеңіз, қазір мен көрсетейін, міне платформа көрініп тұр ма, әріптестер? Кешіріңіздер. Қараңыз, платформаға кіресіз, әріптестер. Міне көрініп тұр ғой платформада. Осы жерде әдістемелік кабинет деген бөлімге кіресіз. Сонда аттестация деген тұр, әріптестер. Кім аттестацияға міне. Аттестация бөліміне міне ашасыз. Кірсеңіз, міне жаңағы менің слайдым. Сол жерде жазылып тұр. Сол слайдта, әріптестер, мен айттым. Өтіп кеткен 2 оқу жылы және биылғы жұмыс жабысап жатқан оқу жылыңыздың, сіз қаңтар айында деп тұрсыз ба? Қаңтар айында ілініп отырмыз. Иә, сіз міне уже 1 желтоқсанда құжаттардың бәрін дайындап, ссылкаға салып қойыңыз керек интернет ресурсыңызға. Сондықтан бізге 15 желтоқсанға дейін салыңыздар деп отыр. Өйткені бізге кеш ескертіліп отыр ғой. Осы аптада айтылып отыршы, бізге 15 желтоқсанға дейін сайтқа салыңыздар деді. Иә, сонда уақытын түсініп отырмын. Уақытын кешіктіріп беріп отыр ғой. Негізі сіз ол тізімде бар екеніңізді бақылау департаментінің сайтына кіргенде көруіңіз керек еді. Барлық аттестацияның графигі, ол мысалға 24 жылда сіздің бақылау департаментінің сайтында ілулі тұрады. 23 желтоқсанда ілінеді. 24 жылдың мысалға желтоқсанда 2025 жылы аттестация өтетіндер сайтта тұрады. Сондықтан сіз отырмайсыңдар. Сіз білім туралы заңында көрдіңіз, 5 жылда 1 рет аттестацияны өтуіңіз керек. Сондықтан сіз уже білуіңіз керек. 5 жыл жұмыс істедіңіз ба, 5-ші жыл сіз міндетті түрде аттестацияны өтесіз. Енді қараңыз, қайтадан айтам, 2 өтіп кеткен жыл және қазіргі 3-ші жұмыс істеп жатқан жылыңыз. Сондықтан 22, 23, 24 және 24-25 оқу жылының жаңа құжаттарын білесіздер. Рахмет сізге. Сосын мына жерде қараңыз, барлық құжаттар тұр, бағанағы айтқан. 2 педкеңестің хаттамасының үлгісі тұр, қамқоршылық кеңестің хаттамасының үлгісі тұр. Осыны алып, осымен жұмыс істейсіздер. Алуыңызға болады, мына жерде бәрі дайын тұр. Слайдты ашып, тағы да оқыңыз, құжаттарды оқыңыз. Ол біздің перспективаны алдық, біздің циклограммын алдық, біз аттестацияны өткен жоқпыз деген әңгіме айтады. Жоқ, сіз өзіңізде барлық 3 жылдың балабақшаның жұмысын көрсетуіңіз керек қой. Ол тек қана біздің тек перспектива мен циклограмма емес ол мәселе. Сондықтан сондай қателесетін адамдар бар. Так, чатта сұрақ қоюға бола ма екен тағы? Болады, қоя беріңіз. Біздер жекеменшік балабақша, өзім директормын. Сіз 6-шы қосымшаға байланысты сұрайын деп едім. Мен Баишев университетінен біліктілік жоғарылату және қайта даярлау институтынан және логопедия мамандығы бойынша толық курсын бітірдім. Өзім педагогпын ғой, 24 жыл стажым бар. Мен өзімнің балабақшама келіп отырған ЗР, ЗПР балдарменен жұмыс жасаймын және біздің 2 топта логопедиялық формула, лого жаттығу сол балдарға, енді 2-3 бала ғой әр топта. Сол балдарменен тәрбиешілерім де жұмыс жасайды. Тәрбиешілерімнің де инклюзиядан жаңағы сертификаттар бар, портфолиоға жарамды жұмыс жасай алады. Енді мен осы 6-шы қосымшаға байланысты біздер неден аттестациядан өтейік деп отырық қой осы қаңтарда. Сонда мен енді қалай көрсетемін осы жұмыстарымды?
Енді жаңа айтып кеттім ғой, ұлттық деректер басына НОБД-ға барлық құжаттарыңызды саласыз, жаңа өзіңіздің сертификатыңыз, әрбір деңгейінде кетеді ғой, мысалға педагогтар құрамы туралы бағана көрсеттім қосымша. Сол жерде сіз курстан өткен жөнінде сертификатыңызды саласыз. Сосын 6-шы бұйрықты мысалға сізден толтырасыз ғой, сонда сәйкес келесі, өте мықты, сіз өзіңіз өтсеңіз ондай жаңа курстан, сол сертификатыңыз сіздің педагогтар сондай сертификаты сол көрініп тұрады ғой сіз қосымшаны толтырғанда, сондықтан ол 6-шы қосымшаға сәйкес болып шығады ғой. Бірақ бала 6-шы бұйрықты ашыңыз, жаңағы бізге жазылған балабақшасы ба сіз? Жоқ, біздер сізге жазылмағанбыз, біздер ана степ по стептеміз. Жоқ, бізге жазылсаңыз, мысалға біздің жаңа айтып кеттім ғой, аттестация деген бөлім бар. Сол жерде сіз барлық құжаттарды алып, 6-шы бұйрықта бар, ол жерде соны оқып шығыңызға болады. Жалпы біз сол бойынша сала берсек болады екен ғой, онда жұмыс жасап жатқан жұмысымыз көрінеді сол жерде де. Иә, әр бөлімге сәйкес. Әр бағадан бері мен айтып түсіндіріп жатырмын ғой, әріптестер, сол құжаттарды ашып, тағы да сіздер оқып шығыңыз. Сосын жаңада біздің платформаға жазылыңыз. Біздің платформаға жазылсаңыз, сізге әдістемелік сүйемелдеу көрсетеміз. Рахмет. Рахмет, тағы да сұрақтарыңыз. Мына сайтта жеке дамуда балаларды қалай енгіземіз? Сіз жаңа балалардың тізімі бар ғой сізде дейтін, НОБД-да тұр ғой. Сол жерде сіз оны скачать етіп ала аласыз ғой. Скачать формат Excel деп алып келіп, сосын осы жерде жаңағы бөлімге әкеліп орналастырасыз, болды, копировать етіп қоя қоясыз. Мониторинг жүргізгенде бізде таблица береді ғой, сол кезде общий барлығы жазылады да, дағдылардың бәрі бірігіп кетеді. Ана сайтта бөлек-бөлек тұрады екен. Сонда бөлек-бөлек скачать етіледі ғой, бәрі бірге скачать етілмейді. Бәрі бірге, бана мен Excel-да көрсеттім ғой сізге. Сізге Excel форматында беру керек болады ғой. Сол Excel форматында қалай олар берді, міне қараңыз. Сіздер дағдылар бойынша біздің платформада бөлек-бөлек тұр. Сіз оған қорықпаңыз, сіз оны толтыра бересіз телефон арқылы болса да. Ал міне қазір алдыңызда мынау сізге сіздің қалалық білім бөлімінде балалар ерте дамыту институты береді оны. Білім басқармасына, білім басқармасы аудандарға, қалалық білім бөлімдеріне береді. Оны сосын сіздің балабақшаға береді. Мен осы формада аласыз ғой. Мен көріп тұрсыз ба қазір демонстрацияны? Осы форма ғой, енді тап осы скачать формате Excel дегенде біздің платформада сол сізге берген форма шығады. Оған даже қорықпаңыз да, басыңызда қатырмаңыз. Қандай форма беріп отыр, сол форманы сіз жасап бересіз соларға. Жақсы, рахмет. Тағы да әріптестер, сұрақтарыңыз болса? Мына жерде сұрақ бар екен, Балжаннан. 486 бұйрық бойынша мектепке дейінгі ұйымда логопед, психолог документ салама дейді. Мен сіздерге айтып кеттім ғой, документ барлық құжаттарды сіздер реттейсіздер. 486 бұйрықты ашып, ол жерде қосымшалармен танысыңыздар. Сіздің жұмысыңыз қалай бағаланады? Сіздің жұмысыңыз сауалнама арқылы бағаланады. Сіздің жұмысыңыз баланың жеке даму картасы арқылы бағаланады. Және де циклограмманы жазғанда міндетті түрде педагог осы топтарда жұмыс істейтін тәрбиеші бар, солармен бірге сіз жоспарлайсыз ғой жұмысыңызды. Сондықтан ол жерде сізден оқу бағдарламасы, оқу жоспарын қарайды. Сол жерде сіздің құжаттарыңызда кіріп кетеді. Специалист, психологтар жайлы айтып өтсеңіз, модераторға байланысты дейді. Тоғжан қойып отыр. Не айтып өтейін? Сұрағыңыз түсініп отқан жоқпын. Қосылып дұрыстап сұрағыңызды қойсаңыз. На русском языке есть кто слушает? Не нужно на русском языке повторить? Здесь до этого Айгуль мне писала. Білімки, циклограмма, кім жерде жаңа? Не Айгуль, кім еді жазған жаңа? Будет ли семинар на русском языке деп?
комплекс верх, КГУ комплекс верх, Березовская начальная школа сатпа. Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, рахмет баршаңызға. Тыңдағандарыңыз үшін. Жақсы күндерде кездесейік. Аман болайық.